Адам өмірі Бразилия ертегісі. Бірде тас пен бамбук қатты жанжалдасыпты деген аңыз бар. Олардың әрқайсысы адам өмірінің өз өмірлеріне ұқсауын қалапты. Сөйтіп олардың айтқандарын қараңыз. Тас: адам өмірі де менің өмірім секілді болу тиіс. Сонда ол мәңгі өмір сүреді. Бамбук: жоқ, адам өмірі менің өмірім секілді болу тиіс. Мен өлемін, бірақ бірден қайтадан жаратыламын. Тас: жоқ, одан да өзгешелеу болған артық. Мен секілді адамның жақсы болғаны артық. Мен желдің үрлегеніне де, судың тасқынды ағысына да иілмеймін. Су да, жылу да, суық та мені зақымдай алмайды. Менің өмірім шексіз. Мен үшін ешқандай ауру да, қам-қарекет те жоқ. Адам өмірі осылай болу тиіс. Бамбук: жоқ, адам өмірі менің өмірім секілді болу тиіс. Мен өлемін, ол рас. Бірақ өзімнің ұлдарым арқылы қайтадан жаратыламын. Осылай емес пе? Менің жан-жағыма қараңызшы, барлық жерде ұлдарым. Олардың да өз ұлдары бар. Бәрінде терілері теп-тегіс әрі әппақ болады. Тас ешқандай жауап бермепті. Түнеріп тайып тұрады. Бамбук тайталаста жеңіп шығады. Міне, сондықтан да адам өмірі бамбук өміріне ұқсас болыпты.